Сәлем достар, бүгін аджика дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, болгар қызыл бұрышы, аскөк, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз және сұйық май қажет. Ең алдымен сарымсағымызды еттатқыштан өткізіп алатын боламыз. Оны бөлек алып қоятын боламыз. Сарымсақты соңына қарай қосатын боламыз. Одан соң еттатқыштан ащы бұрышымызды өткіземіз таза ыдысымызға бөлек. Оның үстінен жақсылап жуып, еттатқышқа сиятындай етілген туралған осылай болгар бұрышын өткізетін боламыз. Ол барлығы өтіп болған соң қазанымызға құя беретін боламыз. Оның соңынан қызанағымызды өткіземіз. Оны да осылай дәл жақсылап өткізіп, қазанымызға құйып, енді газге қоятын боламыз. Барлығын толықтай араластырып, үстінен керегінше тұзыңызды салатын боласыз. Дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып, жай отқа бетін жауып қайнататын боламыз. Осылай бір қайнап шыққаннан соң, үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Мен барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Осылай сұйық майымызды құйып араластырып, бетін жауып, тағы 40 минутқа қайнататын боламыз. 40 минуттан соң үстінен аскөгімізді майдалап турап, оны да жақсылап араластырып, және еттатқыштан өткен сарымсағымызды қосатын боламыз. Барлығын толықтай араластырып, 20 минутқа бетін жауып қайнататын боламыз. 20 минут өткеннен соң біздің аджикамыз дайын. Барлық банкілерді алдын ала стерилизовать етіп, осылай үстінен құйып шығатын боламыз. Осындай кішкентай банкілерге салған өте дұрыс. Достар, видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Ас болсын.